Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай хит болған этно жилеткасын тігетін боламыз. Алдымен лекалы сызып аламыз. Және бізге дак матасы керек, милана матасы, астар керек. Лекаланы қоямыз, алдыңғы бір бөлігін ғана пішеміз. Мұны осылай. Екінші жағы милана және артқы бөлігі милана матасы. Милана матасы габардин матасына ұқсайды, бірақ бұның качествосы жақсы. Міне артқы бөлігі. Ұзындығы 45 болса, 47-50 сантиметр ала береміз. Енді подбордын пішетін боламыз. Подбордын осылай қойып, пішіп аламыз. Және артқы бөлігін пішіп аламыз. Міне осылай подбордын піштім. 1 сантиметр тігіске қалдырып, алды артын, мойнын осындай подбордтарды тіксек өте аккуратный болып шығатын болады. Міне алдыңғы бөлігіне, артқы бөлігіне осылай подбордтарын пішіп алдым. Астарын артығын 1 сантиметр тігіске қалдырып, қырқып тастаймыз. Бәрін бір-біріне қосып тігетін боламыз. Мына подборды тігілді. Бірінші флизелейн деп аламыз міндетті түрде, сонда қатты болады және созылмайтын болады. Міне осылай енді жақсылап үтіктейміз және де артқы бөлігін дәл осылай тігеміз. Подбордтың ширинасы 5-6 сантиметр етіп ала берсеңіздер болады. Бұны да жақсылап үтіктейміз. Одан кейін иықтарын бірінші қосамыз. Одан кейін жандарын қосатын боламыз. Екі иығын қосамыз. Алдыңғы бөлікті де основаны да дәл осылай тігіп шығамыз. Иықтарын қосып аламыз. Енді ашып, тігістерді ашып үтіктейміз. Мұны дакты, милананы дәл осылай иықтарын қосып тіктім. Енді осын бір-біріне беттестіріп, қолтық ойындысын тігеміз. 0,5 миллиметр аз болу керек. Астары сонда шығып кетпейді. Түзіліп аламыз. Артық жерлерін қырқып аламыз. Осылай 0,7 немесе лапканың ширинасымен тігеміз. Одан кейін осылай рассечкалар жасаймыз. Сонда киім тартылып қалмайды. Міне. Барлық жеріне осылай рассечка жасайып шығамыз. Енді аударып, үтіктейтін боламыз. Міне осындай болды. Ішке қарай 0,1 сантиметр аударып, үтіктеп шығуға болады. Енді алдыңғы бөлігін дәл солай қосамыз. Рассечка жасаймыз. 0,7-1 сантиметр қалдырып тіктім. Аударып екі жанын қосатын боламыз. Жандағы тігісін. Міне осындай болып шықты. Үтіктедім жақсылап. Әр тігістеріңізді үтіктесеңіздер өте аккуратный болады. Енді екі жанын ашып үтіктейміз. Массовый жұмыс болғанда осы тәсілді қолдансаңыздар, оңай, жеңіл, тез тігіледі. Одан кейін, егер екі жаны үлкен болып жатса балаға, бұны да қысқартуға өте оңай тәсіл. Міне осылай тігіп шығамыз. Міне, екі жаны үтіктейміз. Міне.
Енді астыңғы бөлік осылай қисық болса, артық болса, артығын қырқып аламыз. Тігіп аудардық. Мына көргендеріңіздей осындай болып шықты. Бұл массовый жұмыс бізде. Так матасының орнына гобеленовый мата қоюға да болады. Әркімнің қалауы әртүрлі, бірақ дәл қазіргі уақытта осы жилетка хит болып жатыр. Барлық мектептер киіп жатыр. Тақиясымен де әдемі шығады. Петлясын жасаймыз. Түймені қойып, кішкене одан үлкен етіп петляны жасап шығамыз. Осылай петля жасайтын функциясын қолданамыз, лапканы қолданамыз, сонда біздің петлялар әдемі болады. Енді мұны петляларын тіктім, артық жіптерін алып тастаймыз, түймелерін қадаймыз, сонымен біздің жилетка дайын болды. Міне осындай әдемі болып шықты. Сіздер де тіксеңіздер болады. Видео пайдалы болды деген үміттемін.